Шамалған ауылының маңындағы қарулы қақтығыстың 17 қатысушысы ұсталды. 7 наурыз күні кешке Қарасай ауданындағы Шамалған ауылының маңында жастардың екі топ арасында жанжал шығып, арты атысқа ұласқан. Оған 30-ға жуық адам қатысты. Қазірдің өзінде 17 адам ұсталған. Алматы облысы полиция департаментінің хабарлауынша, заңсыз іс-әрекеттерді тоқтатуды талап еткен полицейлердің арқасында атыс салдары барынша азайтылған. Қылмыскерлер полицейлерге бірнеше рет оқ атып, оқиға орнынан кетіп қалған. Қатысушылардың бірі оқ жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Оқиға орнын тексеру кезінде криминалистер травматикалық қарулардың көптеген жарамсыз патрондарын тапты. Әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпараттық құралдарында қоғамдық резонансты тудырған атыс дерегі қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу облыстық полиция департаменті өз бақылауына алған. Бүгінгі таңда облыс полицейлері 17 адамды ұстап үлгерген. 16-сы уақытша ұстау изоляторында, біреуі үй қамақта. Сондай-ақ мемлекет аралық іздеуде жүрген тағы 3 қатысушы анықталды. Күдіктілер Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы атыс қаруын қолдану, бұзақылық жасау, құқық қорғау қызметкерлерінің өміріне қол соғу, атыс қаруын қолданып бұзақылық жасау бойынша айыптар тағылуда. Қазақстан Республикалық қылмыстық кодексінің 24 және 99 баптары таңылды. Кісі өлтіру, ақталу, қылмыстық іс материалдарын заттай айғақ ретінде тіркелген жанжалға қатысушылардың әртүрлі калибрлі 12 атыс қаруы тіркелген. Сондай-ақ полицейлер ұсталған көліктерді Lexus, ВАЗ, Toyota тағы басқа қажетті сараптама өткізу үшін арнайы тұраққа қойды. Қылмыстық іздестіру шаралары аясында полиция қызметкерлері оқиғаның қалған қатысушыларын анықтау, іздеу жұмыстарын жалғастыруда.